Қаншадан бағалар? Қаншадан тюльпандар? Тюльпандар қаншадан? Қаншадан тюльпандар? 2026 жылғы 7 наурыз күні Астанада ертең енді 8 март қой бізде. Гүлдер қанша тұрады екен? Қызық болып тұр. Так, ну нет, гүлдер ашық па жабық? Жабық. Білуімше ана жерде гүлдер бар. Кісілер гүлдер алып шығып кетір. Сөйтті, оптым дейді. Қаншадан бағалар? Қаншадан бағалар? Ha? Тюльпан бағасы? 800. Біреуі 800 теңгеден сатады. Мен ойымша 800 көтеріңкі баға сияқты. Тюльпаны дейді. Алейкум ассалам. Қаншадан тюльпандар? 800. Анда гүл сата ма? Қаншадан тюльпандар? Тюльпандар қаншадан? Қаншадан тюльпандар? 800. Ты пойдем мне покажи. В общем, Омарова көшесінің бойында 800-де гүлдер. Қазір тағы бір точканы қарай салам. Дионаның ішінде де гүл сатып жатыр ма? Жоқ, бұнда гүл жоқ. Мынаның ішінде гүл сатады. Тюльпандар қаншадан бағасы? 800. Рахмет. Жалпы түсініктерім қалыптасқан шығар, да? Омарова көшесінің бойында, Астанада, қалада тюльпандар 800 теңге. Енді трендті ашып қараймыз. Мысалға мұны. Город Астана только сегодня 450 тенге дейді. Местные тюльпаны 70 сантиметр. Адрес Айтматова 38. Айтматова 38 деген мына үйдің арты. Ала, саламатсыз. Саламатсыз. Қай жерге келу керек? Айтматова 38. Ана ЖК не аты Мотхолптың? Подъезд какой? Третий подъезд, третий этаж. 7-9 квартира, хорошо? Третий подъезд, третий этаж, да? 128, да. Хорошо, ладно, рахмет. 128. Ана адрестегі үй осы. Ассалаумалейкум. Так, ман, штучный сатасыз ба, пачкамен? Штучный пачка. 11-ден ішу керек еді. Бұл ма әртүрлі қылып? Ашық розовый бар, жабық розовый бар. Пиановидный бар, ар жақта керек болса. Бәрі сол бір бағадан сатып отыр. Ну? Не, анау луковицалармен, да, еще? Луковицу уберем, брат? Луковицы, брат, если кратным вот вы если без оформления берете, можете сразу луковицами забрать, чтобы у вас день протестит сделать по дома. Так, мұны пәтерден шықтым. Сонымен видео бітті, мұны гүлдер. Қайталап айтып кетейін, 590 теңге оформлениесімен шықты. Жаман емес баға деп ойлаймын. Мына жерде 800 теңгеден сататқан қарағанда выгодно. В общем, сол. Рахмет қарағандарыңызға.